Пайғамбарымыз заманда да осылай пайғамбарлықтың өзіне, Құранға түрлі өтірік сөздер айтылды. Сол өтірік сөздерге келесі сабақтарымызда жауап береміз. Бүгін сол сұрақтардың біреуіне бір жауап айтып кетейік. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға басқа бір адам үйретудің себебінен түсті деген сөз бар екен. Солардың біреуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Шам өлкесінде барғанда Бұхайра деген бір монах кісі бар. Сол кісіге жолығып, содан бүкіл Құранды жаттап алып, енді мына жақтан айтып берді деген сөз бар. Ол бірақ енді кішкентай кезінде жаттап алса бірден келіп айта бермей ма? 40-қа шейін күтіп не істейді. Одан бөлек ол кісі хат танымаған, оның бәрін жазып алып кететін. Жандағы ағалары ешқайсысы айтар еді ғой. Сол кезде жанымызға бір кітапты алып алдық, соны отырып алып сабақ берді, соны жазып алдық, алып келдік, оны оқыдық деп. Оны ағасы сол кезде сауат деді ғой, Абу Талиб. Солар оқып ала салмай ма сол кезде? Пайғамбарымыз оқымай, өздері оқып жұртқа тарқатып жібере салмай ма сол кезде? Ол өте дұрыс емес нәрсе. Одан бөлек те пайғамбарымыз заманда алғашқы аят түсіп жатқан кезінде Бәлғам деген бір жаңалдегі насрани, яғни христиан кісі, құл кісі анда-санда кіріп тұрады екен бұл кісіге. Сөйлесіп, сұхбаттасып кетеді екен. Ойлайды екен, мынау Мұхаммедке Құранды жаздыртып жатыр, содан Мұхаммед үйреніп алып айтып жатыр дейді екен. Одан бөлек темірші қылыш жасайтын ағайынды екі адамдар бар екен. Біреу Инжил, біреу Тауратты жатқа біледі екен. Шала-шала болса да. Соларда пайғамбарымызға анда-санда кеп тұрады екен. Пайғамбарымыз оларға бүйтіп мынау заттарына барып тұрады екен. Ойлайды екен, солардан да Таурат, Инжил жазып алды деп айтады екен. Бұның барлығы алып қашты сөздер ғана. Оған Құран-ы Кәримнің өзінде нақты жауап берілген анық аяттар бар. Лақад на'ламу аннахум яқулун. Біз олардың не айтып жатқанын білеміз. Иннама юаллимуху башар. Оған адам үйретіп жатыр деп айтатын шығар. Лисанул лади юлхидунаху илейхи ажами. Оған үйретіп жатыр деген адамның бәрі ажами адамдар, араб тілін білмейтін шала сауат адамдар. Оның барлығы өзге ұлттың адамдары. Ва хаза лисанун арабийюм мубин. Ал мынау Құран шын араб тілінде нақты түскен Құран дейді. Біліңіздер, араб тілінің грамматикасының өзі осы Құраннан алынады. Араб тілінде грамматикалық ережелер, сөз мәнінде сен бұл сөзді былай қосуыңа не дәлел десе, Құранда бүйтіп айтылған деп айтсаң дәлел болатындай, дәлел ретінде, құжат дәлел ретінде жүретін, араб тілі грамматикасына жүретін де кітап осы кітап. Білесіздер ме? Сондықтан оны өзге ұлттың адамы пайғамбарымызға мынандай қылып үйрету мүмкін емес. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де сұмдық бір әдебиетші болып кеткен жоқ. Ол кісі өте тілді адам болған, өте керемет тілмаш кісі болған. Бірақ ол кісі өлең айтып, шер жазып, яғни жұрттың алдында үлкен жиындарда дастан оқитын, тарих жазып, жаңағыдегі бір нәрселер жеткізетіндігімен белгіленбеген адам. Ол кісі ондай өнері жоқ еді. Ол кісі ешқашан өлең сөз оқыған емес. Оны мысалы бір әдебиетші мынаның бәрін сол өзінің тілінің әдемілігімен жазды дейтін. Сондықтан құрметті жақсылар, күмәндар, пайғамбарымызға айтылған күмәндар өте көп. Сол күмәндардың біреуі өзге ұлт егесі, өзге дін өгесі бұл Құранды жаздырды деген сөзге Құранның өзінен оған жауап бар. Сондықтан сіздің оқып жатқан Құраныңыз үлкен ғылым базасы бар, үлкен академиялық кітап. Оның ішінде неше ғылымдардың төркіні жиналған. Оның ішінде сіз бен бізге өміріміздің бақыты жиналған дүние. Бұл үлкен байлық. Оны оқып қадіріне жете білген адам екі дүниенің бақытын табады. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.